Арма YouTube-тағы ағайын, сіздермен бірге қазақша психоанализ каналында Заңғар. Бүгінгі біздің қонағымыз Орталық Азия психоанализ институтының психологы, психоаналитик Бақытжан мырза. Бәке, келісім бергеніңізге рахмет, сұхбатқа қош келдіңіз. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз психология тек қатындардың заботасы ма? Қазақтың жігіттеріне психология керек пе деген тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. Бәке, ең бірінші сізге қоятын сұрағым, психолог керек пе жалпы қазақтың жігіттеріне? Әрине керек деп есептеймін. Осы қазіргі статистикадан қарағанда, әсіресе пандемия кезінен өзіңізді білетін шығарсыз, көп адам психолог мамандарға хабарласатын болды. Оның арасында мен қуанатыным ер азаматтар да көп. Сіздің сұрағыңызға жауап бергенде андай бір ой келеді, әсіресе мынау стереотиптік тұжырым ба деп есептеймін. Мысалы, әйел кісі өзінің эмоциясын жас арқылы көрсетеді, ер азамат көбінесе ыза арқылы. Сонда қандай бір ой қалыптасады, әйел адам ызаланбайды, ер адам жыламайды дегенде. Вот осындай. Әрине оның бәрі өтірік деп санаймын мен негізі. Әр адам ішінде өзінің бір проблемасы болады, жаны ауруы, балалық кезден, одан әрі бала жаңағы анасын ішінде жатқан кезде 9 ай, сол кезден басталады. Адам мінезі қандай қалыптасатын, эмоциялық интеллекті қалай болатын. Сонда оның қазіргі ер азаматтар қазақ елінде көбісі оны білмейді, оны түсінбейді. Я қандай да бір жаңалық болып жатқан сияқты. Мүмкін сол бір барьер болып тұрған сияқты қазіргі біздің қоғамдағы проблема. Бұлай әрине әрбір адам, әр азамат психологқа барғанда өзінің бір ішіндегі проблемасын, өзін тану, қоғаммен қалай қарым-қатынас жасауды үйренеді деп санаймын. Енді менің байқағаным, біздің жігіттер, мысалы, қазақ жігіттер деп алсақ, психологқа барғаннан көрі арақ ішіп, немесе темекі шегіп, жанындағы дос баласын, жолдас баласын құшақтап, бір-екі рет жылап, сонымен орнынан тұрып кетем деп ойлайды. Бірақ бұл жердегі досы қандай эффект береді, психолог маманға сырын айтып, жан дүниесін тазалаған қандай эффект береді, осы жағына тоқтала кетсеңіз. Бұл әрине өкінішті. Мүмкін енді достарымыз, әрбірімізде дос бар ғой, қандай да бір көмек аламыз, бірақ терең жатқан ішіндегі дүниесін ашық айтып, түсінетін, жарасын түсіндіріп, ашып, оны йодпен жағып деген, креммен жағып деген дәрі беретін сөзбен. Әрине ол маман. Ол ешқандай бір дос, ешқандай бір туысқан оған көмектесе алмайды деп санаймын. Оның әрине дайындалған, эмоционалды интеллектін түсінетін қабілетін талқылайтын бір маман керек деп санаймын. Тек қана сондай кезде көмектеседі. Және бізде терапия деген техника бар ғой, психоанализде. Көбісі ойлайды, оны келем бір-екі рет психологпен сөйлесем де, тыңдайын да кетем деп. Көбісі санайды, досыма келгендей сияқты. Бір-екі рет сөйлесем, сыра іштім, ойнадым дегенде, бол жеңім дейді деп. Бірақ ондай емес. Терапия өте күрделі, интеллектуалды, эмоционалды жұмыс. Әрине оны біздің ер азаматтар ондайға көбісі шыдай алмайды. Бізге де мысалы келген кезде көбісі енді сіз айтасыз ғой, қандай да бір проблемасы туған кезде ішкілікпен, нашақорлықпен, немесе қазір блудомания деген шығып жатыр ғой. Сол арқылы қалай да бір шешем деп, жеңілдеймін деп ойлайды. Бірақ ол өкінішке орай керісінше эффект беретін сияқты. Одан терең адам өзінің проблемасына кіріп кетеді, өзін түсінбейді. Ол жерде қайтадан айтамын, психологтың көмегі керек. Сонда қандай да бір бойында тәуелділік бар адам, мысалы, лудоман болсын, букмекер, кино деп жатамыз, түрлі құмар ойын ойнайтын, темекіге, араққа құмарлықтың бәрі, бұл түптеп келгенде адамның ішіндегі жан жарасының белгісі ма? Әрине ол қандай да бір жан ауруы бар екен белгісі. Адам өзі 6 жасынан бастап қандай да бір қалыпты бір характерін өзі қалыптастырады.
Одан бұрын жаңағы сәби кезінде де адам өзі қалай өсті, қалай тамақ жеді дегенде, қалай жаңағы горшокқа үйренді деген ойлар бар, идеялар бар психоанализде. Соның бәрін зерттеген кезде ғана түсіне аламыз адамда қандай тәуелділігі бар екен, оны қалай шешу керек екен, оның жаңағы табиғатын түсінеміз. Соның бәрін зерттеген кезде ғана адамға көмектесе аламыз психологтар. Түсінікті. Сонда ішінде жан жарасы бар еркек, ер азамат дұрыс отбасын құра ала ма, әйеліне дұрыс еркек бола ала ма? Түсінесіз бе, сол кездері адамның эмоционалды интеллекті қалыптасады. Әсіресе ер азамат оны қалай ішінде былай көрсете алмайды оны, түсіндіре алмайды, ішінде не болып жатқанын түсінбейді өзі. Сол қиыншылықтарға қарай енді өзіме жаңа көмектесем деп әртүрлі бір мысалдарға, немесе білмеймін, жаңа кітап оқиды, саморазвитие дейді ғой, немесе жаңағы ішкілікке барады, қайтадан солдай бір жаңа бір тәуелділікке, немесе сүйіктілермен қарым-қатынас дұрыс құра алмай қалады. Жұмысында, мысалы, карьерада өзім кейбір адамдар, ер азаматтар клиенттерім келген кезде, бәке мына жұмысында оң болмай жатыр, ақша таба алмай жатыр ма? Вот сол кезде мен еркек емесім екенмін деп санайды кейбіреулер. Вот какой-то қалай айтқандай наоборот процесс болатын сияқты, теріс процесс. Вот сондай кездерде ғана мүмкін қатты бір уже қиналған кезде ғана адам түсінсе, кейін мынау біздің кабинетке өзі келсе, сонда ғана бір эффекті бір жұмыс болатын сияқты. Сонда өмірге деген өкпесі адамның бала кезден қалыптасады ғой, оны айналасынан, қоршаған ортасынан алып жүрген жігіттер көп, мысалы біздің ортада. Пробкада бір-бірімен қырылып жатқан еркектер көп. Қатынын қуалап сабап жүрген еркектер көп. TikTok, Instagram'да ашып қалсаң, жаңағы ішіндегі какашкасы дейміз ғой, соны төгіп, сасытып отқанда қазір әйелдерге қарағанда еркектер көп. Бұның барлығы осы психоанализ арқылы шешіле ма? Бұған не себеп деген сияқты? Бұған пікіріңіз қандай сіздің? Бұны қайтадан да клиникалық процесс арқылы білу болады. Былай келе салып адамды бетіне қарап, 5-10 минут сөйлесіп, оның ішінде не жатқан, жанда қандай дүниесі, қандай травмасы бар екен, ол біле алмаймыз. Бізде мысалы терапияны бастаудың алдында алғашқы интервью деген техника бар. Адамды, клиентті зерттей бастаймыз. Оған арнайы сұрақтар бар. Сол сұрақтарға қойып, адамның сезім қабілеті қандай екен, бөлісе ала ма, адамды сүйе ала ма, ызалану қандай дәрежеде екен, жалпы эмоционалды интеллектін терең былай зерттеп көреміз. Ол жерде ең былай бір күшті бір сұрақтардың бірі ол адамның сәбилік кезін зерттеу. Өйткені сәби кезінде адамның өте күшті андай өзі қандай характері, қандай жаңа мінезі қалыптасқан, сол жерде бір құпиялар жатады, код десек те. Соны зерттеген өте маңызды деп санаймын. Сәбилік кезде. Ол жерде өзінің бір 3 фазасы болады. Аралды, анально және эдипов комплекс деген. Естіген шығарсыз сіз өзіңізде. Сол фазаларды зерттеп, және басында айтқандай 9 айлық анасын құрсағында жатқан кезінде де анасы оны қалай күтті екен, жан-жағындағы туысқандары ол баланың қазір дүниеге келеді қуанды ма екен, немесе көбісі оны қаламады ма. Сондай кезде адам уже қалай орысша айтқанда брошенный дейді ғой. Керексіз сезіну. Сондай кезде адам өзін мынау дүниеге бекер келдім деп санайды. Бұл дүниеге ызасы көбейе бастайды. Анасы жақсы көрмеді ма, сүймеді ма, әкесі тастап кетті ма. Үлкен көп қой жерде проблема. Оның бәрін зерттеген көп уақыт алады. Әрине оны біздің ер азаматтарға ондай мәліметпен бөлісу өте қиын. Сондықтан ол
жаңағы пробкада тұрып бір-бірін кесіп кеткен кезде боқтап немесе барып әйелін соғу жаңағы сол проблемасын шешкенде бір жеңілдік алады. Бірақ, конечно, өкінішке орай ол дұрыс емес. Бірақ ана іштегі жара сол күйінде жасап жоқ, кетпейді ғой ол, кетпейді. Керісінше ол көбейе береді ішінде. Баласын ұрады кейін, кім біледі, мүмкін басқа бір жаңағы криминалдық бір жағдайларға ұшырап қалуы мүмкін. Сосын көптеген жігіттер біреудің алдында жылап қойсам, мен өзімді еркек сезінбей қалам деп ойлайтын сияқты. Сонда еркектерге жылауға болмай ма, или еркектерге көз жасын көрсетуге болмай ма? Бұл тек совет заманынан қалған стереотип па? Қалай көзқарасыңыз қалай? Енді кез келген адамның жаны ауырады, кез келген адамның көңіл күйі түседі, іштегі жараны көз жаспен шығару нормальный нәрсе сияқты. Әрине көрінгенге барып, какашкаңды жағып көрінгенге барып жылай бермейсің ғой. Маманның алдына келгенде сол нәрсені жаспен шығару нормальный ма? Жалпы жігіттер жылай ма? Бұл жерде әрине сіздің ойыңыз стереотип жайлы келсем, бұл тек қана қазақ елінде емес, бүкіл әлемде, бүкіл халықта бар сияқты. Тарих жайлы. Тарихта қарасақ, біздің керемет батырларымыз бар. Бәрі сақалды, бәрі күшті, жылқыда күресіп жатады, жеңіп жатады. Жеңіліп жатқан, жылап жатқан батырлар аз ғой, суретте, мысалы. Енді бірмен бір театрларда көрсетпесе, бірақ ол жерге ер азаматтар аз барады. Вот сол ойлар, сондай бір стереотиптер біздің қазақ елінде жігіттеріне терең бір сіңген сияқты. Күшпен, қуатпен, проблеманы бәрін шешем. Бұл жерде кішкене әйел кісілерді былай көмектесетін сияқты. Көмектескенде былай қате көмектес. Мынау еркектің артында мен күшті боламын деп, еркектің күшін көбейте береді, қолдай береді. Керісінше ол жаңа эмоциясын көрсете алмай қалады ол. Әйел кісі мен күшіме сеніп жатыр дейді, жігіт соны қолданып, мен дұрыс істеп жатырмын, дұрыс бағытта баратырмын деп ойлайды. Бірақ эмоционалды жаңа сезім бөлісу, жас көрсету мүлдем ол жерде жоқ. Екінші идея ол әрине шыны керек бізде, мысалы кішкентай кезден өскен кезде анамыз айтатын еді, жылама қатын сияқты, жылама қыз сияқты деп, болды. Фиксация кетті. Жыласам мен әлсізбін, жыласам мен қызбын дегендей, сондай ойлар. Ондай сөзді қашан біз сол бір 3-4 жастан бастап естиміз ғой көбінесе. 3-ке дейін ондай түсінбейміз. 6-7-лерде мүмкін все жасты көрсетіп тоқтатылады бізде, ер азаматтарда. Әрі қарай өзіңіз ойлаңыз, қандай адам болып өседі. Әрине ішіндегі жан ауруын, ол түгіл жаңа жас көрсету, ондай қабілеті жоқ. Яғни іштегі жаңағы ауыртып тұрған жараны маманның алдында, психологтың алдында көз жаспен шығару нормально. Бірақ қиналып жатқан кезде мен мықтымын деп өзіңді ерік жігермен алға қарай сүйрей беру адамды одан сайын депрессияға тығып, одан кейін одан ары денсаулығын құртады дейсіз ғой. Солай да ойлаймын. Оның үстіне мысалы дінде де алып қарасаңыздар, намазды ихсанмен оқы дейді. Сәждеге барғанда көз жасыңды төк, күнәң кетеді дейді. Мысалы діннің өзінде көз жаспен іштегі жараны тазалау туралы айтылып кеткен. Яғни маманның алдына барғанда жылау нормальный нәрсе деп ойлаймыз. Солай ғой бәке? Но психоанализ бен діннің арасында өте көп қайырмашылықтар бар. Бірақ біз бұған нормально, қалай толерантно қарайсыз. Толерантно, дұрыс айтасыз. Толерантно қараймыз. Ешбір дін, психоанализдің өзінде тұжырым бар, психотерапияға келген кезде ешқандай дін, раса, тіл, жыныс болмайды дегенде қарамаймыз. Ешкімнің құндылығына тиіспейсіз. Дұрыс. Сондықтан бұл жерде де әрине қалай десем екен, бұл екі мектеп сияқты. Дінде өзінің бір бағыты бар, кейбір адамдар дін арқылы өзінің жан ауруын ба, ішкі проблемаларын шеше алады. Оны біз қолдаймыз. Ол дұрыс емес деп санамаймыз. Это кайф. Адам өзінің проблемасын шешті ме, пожалуйста.
ол бүкіл әлемдегі адамдар психологсыз да баяғыда өмір сүріп жүрген. Психологсыз да өмір сүре алады. Егер де өзінің бір ішкі бір сезім болмаса, психологқа барайын, өзіме көмек керек деп. Онда, пожалуйста, кел, көмектесеміз. Ол жерде енді дінде көп қой, оның зерттегенде мен ол жақта енді қалай еді, компетенциям аз дінде, өзімді қашықтым ол жағынан. Сондықтан ол жерде жас көрсету дін арқылы дұрыс па дұрыс емес екен, мен ол жерге қол сұқпаймын дегендей. Ал бірақ біздің терапия, психоанализ туралы айтсаңыз, әрине жас көрсету әсіресе терапияның басты кезінде, басталып жатқан кезінде ер азамат мысалы жасын бір көрсетсе, бұл өте күшті бір жеңілдік болады. Маман үшін де және клиент үшін. Клиент оны бірақ кейін түсінеді. Көбісі ұялады, кешіріңіз деп, анау деп мазасызданып қалады. Бірақ біз оны қалыпты екен, бұл нормальный екенін түсіндіреміз. Бірақ біз өзімізге белгілеп қоямыз. Қай жерінде жас ақты. Сол жерде проблемасы бар, жарасы бар деп белгілейміз. Әрине оны бүйтіп қинай бермейміз ғой терапия барысында, бірақ белгілеп қоямыз. Кейін бір 5-6 немесе 10 сессиядан кейін ораламыз оған. Клиент өзі келген кезде өзі түсіну керек та қай жерде жарасы бар екен. Сол кез ғана ол жаңа жас шығарған кезін, жылаған кезін ол қалай былай дұрыс қабылдайды да. Олсыз жаңа жеңілдемейді ішіндегі дүниесі, жарасы жазылмайды. Сосын бәке, сіздерде алдыңызға келген клиенттерде мынандай жағдай бола ма? Көбінесе ер азаматтарда жыламаймын деп келем деп тістеніп отырады, бірақ жылап қойдым дейтін. Не болмаса сессиялардың барысында бәке мен неге жылата бересіз дейтін сияқты әңгімелер бола ма? Енді мен жеке өзім тәжірибемде бір-екі осындай мысал болған. Ер азамат біреуі сол жаңағы нашақорлық тәуелділігі бойынша келген, екіншісі өзінің қарым-қатынас сүйіктісімен. Екеуі де жас шығарған, қиын болды басында, бірақ жас шығарған кезінде екеуі де өзін ыңғайсызданып, сіз денеңізден көрсеттіңіз ғой, жиналып қалады да, бірақ кейін оның бәрі дұрыс екен. То есть менің ол жердегі басты бір жұмысым клиентпен қалай сенімділік бір орнату. Егер де клиент маған сенсе, ол эмоциясын бос көрсете береді. Егер де ол енді біраз уақыт керек оның терапияда. Тек қана сол бір сенімділік пайда болған кезде, қандай да бір байланыс сол пайда болған кезде оған жеңіл болады, жасын көрсету. Бірақ жаңа сіз айтқандай ол дұрыс. Көбісі ұялады, мазасызданады, бір жас ағып кетсе де. Кейбіреулер кейін еңіреп жылай береді. Бірақ енді оны біз мені қинап жатсыз деп әрине айтады. Әрине ондай процесс терапия кезінде ыза немесе қуаныш бөлінеседі клиенттер. Ұрсады бізді, боқтайды кейбір кезде, түсінде көреді бізді, әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ жаңа жас көрсеткені бар. Демек, ішіңдегі жан жараң, ішіңдегі ашу ызаң қысқан кезде емін арақтан, нашадан, төбелестен, не болмаса әйелді ұрудан іздегеннен гөрі маманға барып, сол жердегі ашуды көз жаспен шығару нормально дейсіз ғой, 90%. Әрине, оны енді әйел адам былай бөлуді қиын сияқты, мүмкін де емес. Әйел адамда қандай проблема, ер азаматта да сондай проблема бар. Әрбір жерде. Төсекте болсын, далада болсын, қарым-қатынас болсын, үйдегі әке атасымен қарым-қатынас, бала шағасымен, әртүрлі жағдайда. Сол кезде енді қалай айтсам, егер де ер азаматтың балалық кезеңі жақсы бір тәрбие, ата-анасы психологиялық бір білімі бар болып, дұрыс тәрбие берсе, ол ер азамат өскен кезінде қандай да бір қиыншылық болса,
психологқа баратын өзі шешеді, түсінеді. Вот. Ол зор процесс болады. Ал ол кейбір кезде мысалы анасы әкеліп тастайды, немесе сүйіктісі жетектеп әкеледі. Ол кезде жоқ, біз көмектесе алмаймыз. Әртүрлі проблема бар, әрине. Оны қалай айтсам екен, түсінген проблеманы, мысалы кейбір ер азаматтар келеді, мен жұмысымда ақша таба алмай жатырмын, өзімді құнсыздандырып жатырмын деп келеді, ал проблема вообще басқада. Мысалы, оның анасымен шешу керек бірінші. Сонда ол кішкентай кезінде қоғаммен қарым-қатынасы дұрыс қалыптаспаған соң, әрине оның өскен кезінде жұмыста да, төсекте де, ешқайда өзінің бір әлемі болады да, сол жерде жүре береді. Мынау проблемам бар екен, мен оны темекімен шешемін, сол дұрыс деп. Проблема көп ол жерде. Сонымен қызық психоанализ. Мынаған қалай қарайсыз, бәке? Көптеген жігіттер бізді әке-шешеміз ұрып тәрбиелеген, өлген жоқпыз деп, өзінің де бала-шағасын ұрып тәрбиелеп жатады. Яғни психоанализ тілімен айтқанда бұл физикалық зорлық балаға. Бірақ бұны норма деп қабылдайды көп жігіттер. Бұған не айтасыз? Менде бір мысал болған, жас жігіт келген, өзінің бір күні әйтеуір сезім пайда болып, ызаланған, өзі білмейді, неден ызаланып, және барып өзінің кішкентай баласын ұрып салған деп жазып, бірақ қолын көтерген кезде ішінде бір нәрсе тоқтатып, сондай бір мысалымен бөліскен. Сонымен зерттеген кезде менің түсінгенім, сол жігіт балалық кезінде анасы мен әкесінің авторитеті үлкен болған екен. Демек, әкесі мен анасы оған ақша берген, машина алып берген, үйінде алып берген, жеке бөлек әйелмен тұр деген. Балалық шағында да бәрі махаббат көп болған екен. Вот сол жерде махаббаттың көп болғаны зиян екен. Ол баланың ішінде атасы, әкесі мен анасына ыза көрсету запрет болғанда, ол қиын. Сонда ол ішінде ызасын бәрі жинай берген, ол ызасын баласына шығарысы келген. Соны түсіндірген кезде ол да жылады, ол жігіттер түсінді. Әкесі мен анасына қалай көп сүйген, избыток любви дей ма? Гиперопека десек бола ма? Соның зияны бар екен. Сонда мен түсінген бойынша, сондай бір теория шығардым. Гиперопеканың сондай бір зияны бар екен. Мамасы мен анасын түсінде де қиялдатып, ұрып көріңізші десем де, жоқ, болмайды, еш бермейді онда өзіне мүмкіндікті. Сол ішінде ызасы бар да, сол ызасын бір жерге жіберу үшін өз түсінбейді, қай жерге жіберетін. Сонда мұны айттым да, мына ызаңды әкең мен анаңа бағыттау үшін, бағыттаудың орнына сен барып балаңды ұрайын деп жатсың. Сол кезде ғана қандай да процесс кетті, жиналды. Бірақ өкінішке орай 3 ай ғана ма жұмыс істедік, ол жігіт кейін өзді тоқтатты. Білмеймін, мүмкін қайтып келер, немесе басқа бір маманға барып өзінің өмірін түзейтін шығар. Әрине өзіңнің өткен былығыңа үңілу көп адам үшін қиын ғой. Демек, баланы ұрып тәрбиелеу норма деп қарайтын адамдарға сіздің көзқарасыңыз? Кейбір кезде мүмкін көмекші бар шығар енді. Біз солай өскенбіз. Ол да маған әсер етіп жатыр. Бұл менің тәжірибем, жеке өзім көзқарасым. Бірақ әрине қазіргі заманда көп жас ата-аналар психологияны біледі, эмоционалды интеллект не екенін біледі. Қазір айтады ғой, поколение Z деп. По-моему, біз поколение Z-тамыз. Келесі біздің ұрпақтарымыз поколение альфа дейді. Олардың эмоционалды интеллекті керісінше төмен болады деп болжандап тұр мамандар. Сонда мен білмеймін енді бұл жерде. Әрине қазіргі заманда енді
баланы ұру деген бір как-то қалай бір қоғамда бір дұрыс емес сияқты бір көрінеді. Қазір енді мынау заңдар бар. Қазір бытовое насилие деген осы жақын арада заң шықты біздің Қазақстанда. Оның бәрі енді сол көрсеткіштер қол көтеру деген жаман екен. Бәке, сосын соңғы кездері интернетте, TikTok, Instagramда пікір қатты хит болып жатыр әйелдердің арасында. Қазіргі жігіттер әлсіз, қазіргі жігіттер қалай айтса болады, бүгінгі өмірге сай емес, бүгінгі көзқарасқа сай емес, қазақтың жігіттері майдаланып кеткен деген сияқты әңгімелер өте көп тарап жатыр. Бұған сіздің көзқарасыңыз қандай? Бұл әңгіме неден шығып жатқан болуы мүмкін? Жігіттер мықты болу үшін не істеу керек? Бұл жерде мүмкін мынау бағана гиперопека туралы пікірмен байланыстырып көрейін. Мүмкін ол жаңағы жігіттерге әлсіз деген жігіттер. Мүмкін оларда махаббат асыр жүрген, немесе қазір интернет деген сұмдық қой, әртүрлі нәрсені көрсетеді, әртүрлі нәрсені үйретеді. Оның да салдары көп. Ал қандай ұрпақ кейін болатын? Түсінесіз ба, бұл жерде психология емес, енді кішкене бір тәрбиенің сұрағы шығар. Үйде қалай тәрбиеленіп жатқан ол кісілер. Әрине, әлсіз адам да мысалы келмеуі мүмкін. Менде болған ондай жас жігіт, клипмейкер. 19 жасында, мен ойлаймын, 19 жасында сен психологқа келіп тұрсың, қандай проблемаң бар деп бір жағынан. Кейін енді жарайды, кейін терапияны бастаған кезде түсінгенім, тастап кеткен бала. Тастап кеткен болғанда ата-анасы былай нақты былай тастап кетпегенде просто қарамаған. Туды болды. Үйде жүрсін бе жүр. Сонда ол бала қалай ешқандай бір әкесінің фигурасы болмаған. Әкенің фигурасы бізде жаңа орысша айтқанда рамки выстраивает. Шекараны үйрететін тұлға. Әкесі болмаған. Сондықтан ол бала енді өкінішке орай өзін қорғаймайды. Өзінің мысалы жаңа қазақша білмейтін идентичность. Өзінің ұлма қыз екен түсінбей қалады, қалыптасады. Мүмкін сондан салдарынан әлсіз жігіттер пайда болып жатқан шығар. Ал енді бұл жігіттердің мықты болуына, яғни өзінің отбасын мықтап ұстай алуына, немесе қандай да бір қоғамда жетістікке жетуіне психоанализдің қандай пайдасы болуы мүмкін? Бұл жерде енді білмеймін, қазіргі жастар бәрі көбінесе білімді, көп информацияны біледі. Өз-өзіне психолог деп айтсақ та болады. Сондықтан мен ойымша күрделі ол кісілерге кабинетке келуге. Егер де прям бір қиналып сезінсе, мүмкін сондай кезде ғана біз көмектесе аламыз. Егер де ол мен кабинетіне келмесе жоқ. Яғни сіздің кабинетіңізге әр адам біреудің қыстауымен, күштеуімен емес, маған керек деп өзі сезініп, өзі түзелем деп келу керек. Әрине. Ал мысалы бұған дейін жан жарасын жазу үшін түрлі коучингтер бар, түрлі жаңағы интернет психологтар бар, түрлі бақсы, балгер, молда, әулие, дем салатындар бар. Осы кісілердің барлығы пайдасы тимеген кезде сіздердің алдарыңызға келсе көмектесе аласыздар ма? Әрине, қайттан бір мысалмен ғой, айтып жүрсем болатын шығар. Бір клиентім болған, ер азамат емес бірақ. Әйел кісіні айтып жүрсем бола ма? Қанша бір 5 па 6 жыл бойы көтере алмай жүрген жас қыз, жас келіншек, жолдасы 1-2 жас па үлкен адам. Тарихын айтқан кезде әйтеуір сол бақсы дегенде
көп қой енді бізде тараған қазақ психолог құрысын психтары олар деп өздеріне психолог керек деп сөйтіп сондай оймен жүрген екен. Көбінесе оларда жаңа ата-анасын тыңдап, ата-аналары енді бұрынғы жаңа қалай еді оймен өскен кісілер, мына бақсыдан жақсы нәрсе жоқ, емшіге барыңдар болды, немесе кейін медицинаға барыңдар. Әйтеуір сол бақсыларға барған, Қазақстанда шетелге әйтеуір барып, кейін медицинаға оралған. Содан кейін әйтеуір бір күн шыдамай жаңа психологқа барайық деп шешіпті. Келді. Буквально қанша бір 20-шы сессияда ма қанша бір өзі аптасына бір рет үзіп жүріпті ол кісі. Где-то бір 3-4 ай өтті. 3-4 айдан кейін көтерді. Қуандық әрине. Сонда ол кісі маған айтқан сөзі есімде әлі қалған. Осы талай жылдан бері жаңа бақсыларға, медицинаға барып результат нәтижені алмай, осы психология терапияны өткен кезде ешқашан ойламаппын дейді, ондай нәтиже болатын. Жолдасым да қуанып жатыр дейді. Жолдасым да енді қазір мүмкін келешекте жаңа ата-ана боламыз ғой дейді. Мүмкін жаңа семейный паралық терапияға баратын шығармыз. Сол кезде мен өте қуандым. Сонда ішімнен ойладым мен. Мүмкін бұл кісі менен туған шығар. Бізде жаңа супервизия деген техника бар ғой. Сонымен әріптестерім бөлген кезде олар да соны күлген. Бәке, сізден туды ол деп. Сізді іздеп жүр екен ғой деп. Сонда сізде қандай да бір бақсы ма немесе медик болсыңыз ба? Оны кім біледі? Адамның ішіндегі өзінің бір символикалық ой қабілеті соған байланысты. Сенген шығар енді. Сенім. Яғни сенім адамның өмірін басқарады дейсіз ғой. Иә, бірақ мен айта алмаймын енді, прям психоанализ ол бір панацея деп. Бәріне көмектеседі. Өмірімізде естігенімізде бар, көргенімізде бар. Бақсыларда, медицинада керемет дамып жатыр. Олардың да көмегі бар. Қазір мен қуанам, кейбір біздің клиенттерімізге бардым, басым ауырады, ішім ауырады, аяғым ауырады деген кезде психолог, терапевтер, ештеңе ауыратқан жоқ, психологқа барсаңызшы, басыңыз ауырып жатыр деп. Бұрында медицина, мысалы психоанализден қашық жүретін. Қазіргі медициналық мамандар жаңа қалай еді, психологияға жақын. Не қыласыз дейді, өз-өзіңізді жаңа укол салып, дәрі ішіп, психосоматика, психологқа барсаңызшы деп. Яғни жаны саудың тәні сау дейсіз ғой. Иә. Сосын бәке байқайсыз ба, бұрынғы кездері қазақ жалқау, қазақ сауатсыз дейтін сөздер көп айтылатын. Қазір ондай сөздер естілмейді, азайды. Қазір елдің бәрі сауатты, елдің бәрі білімді, елдің бәрінде интеллект жоғары. Бірақ мынау эмоционалдық жай күйіне көп адам көңіл бөлмей жатқан сияқты. Осы жағына көзқарасыңыз қалай сіздің? Енді бұл жерде қазақ елінің жаңа дамуы, есеуі, интернеттің көмегі шығар салдары. Әрине оған мен өте қуаныштымын, қуанам, әр қазақ дамығанын қалаймын. Бірақ енді психологияға келсек, бәрібір де мен ойлаймын, ауылды жерлерде әлі мынандай бір қаталды, жаңағы эмоциясын көрсетпейтін бір ұят, жаман деп, сондай бір идеямен өсіліп, тәрбиеленетін отбасылар көп деп санаймын. Соларға көмек болса, психоанализ, психология деген не екен. Жай ғана қалай еді, рухани дүниесін көтеретін бір мәліметтерді алып оқыса, зор болатын еді. Яғни адамның ішіндегі ашу ызамен туындаған жан жарасы жазылған сайын әр адам бақыттырақ бола түседі. Әрине. Қоғам тыныш бола түседі ғой, Әрине. Оны адам өзін көбінесе проблеманың бәрі адам ішінде өзінде ғой. Өзіне ызасы көп. Адам өзіне кінәсі бар екенін санамайды. Кінәлі сезінуді дейсіз. Сезінбейді. Басқа, мамам жаман, балам жаман дегенге үйреніп қалғанда, өз-өзін ешқашан былай кінәлі сезінбейді, ызаланбайды, ашуланбайды. Өйткені жоқ ондай қабілет, түсінбейді.
Яғни өзіне көп жауапкершілік алмайды дейсіз ғой? Алмайды. Сол қиыншылық тудырады әрине. Соның бәрін біз түсіндіреміз, айтамыз. Жылатып болсын, сындырып болсын, жаңағы айттым ғой, күрделі жұмыс. Сол кез ғана адам өзін түсіне бастайды, қандай фрукт екен, оны не істеу керек екен, кім кінәлі екен, қалай шешу, кіммен сөйлесу, қалай сөйлесу. Соның бәрін үйреткен соң ғана адам өзін, демек өзін сүйе бастайды. Сүйе бастаған соң әрине ол сүйіктісін сүйеді, анасын сүйеді, баласын сүйеді. Педофилия азаяды, ұрыс жанжал, қаңтардың салдары да сол ғой. Әрине өкінішті, ол жастарды біз уже орысша айтқанда это потерянное поколение. Бірақ енді ондай жағдайлар қайталаспау үшін психология, психологқа жастардың барған дұрыс. Кішкентай кезінен болсын, немесе мынау келешек ата-аналар болатын жас ата-аналарға шақырамын, психологияға барып, дамып, кішкене өз-өзін түсініп. Дұрыс емес, ал қалай еді? Мүмкін дұрыс дейік. Дұрыс партнер таңдалым. Өзіңе лайықты партнер дейсіз. Өйткені көп отбасылар ажырасып жатыр ғой. Соны тереңдеп зерттеген кезде екеуі психологиялық, не еді орысша айтқанда, совместимость жоқ. Екеуі екі әлемдегі адамдар. Әрине ол қиыншылық тудырады кейін. Сонымен құрметті ағайындар, егер де сіздің де жаныңыз ауырып, мазаңыз қашып, өмірде жолыңыз болмай жүрсе, Орталық Азия психоанализ институтының негізін салушы және директоры Анна ханымның тегін сабағын дайындап қойдық. Төменге сілтеме қалдырып кетеміз. Өтіп қарасаңыздар болады. Өзіңіздің ішіңіздегі, өзіңізді ауыртып тұрған нәрселермен танысып, өмірге мүмкін жаңа көзқараспен қарап шығатын шығарсыз. Ал бәке, мына нәрсені сұрамады, мына нәрсені айтқым келеді деген нәрсеңіз болса, айтып кетсеңіз болады. Сіз менің терапевтім сияқты сұрақ қойдыңыз ғой. Біз алғашқы интервьюдің соңында осындай сұрақ қоямыз ғой. Мен ойымша тек қана осы тілек шығар енді. Бәріне айтқанымда. Жаны аман болсын, дейін аман болсын, әйтеуір өз-өзіңізді сүйіп, айтып кеткендей, жан-жақтағы қоршаған адамдарды сүйе бастайсыз. Сондықтан ұялмаңыздар, әсіресе ер азаматтар өзінің сіз көтерген проблемаңыз күшті, негізі маған ұнап тұр. Сол айтарым, жігіттер ұялмаңдар, өз эмоцияларыңды көрсетіп. Психологқа бармасаңдар да, достарыңмен, аналарыңмен де кішкене оларды қолдап, ішіндегі сезімдерімен бөлісе алсаңдар да, ол да қандай да бір жеңілдік беретін сияқты. Бәке, сосын өзіңді сүй, өзіңді қабылда деп көптеген психологтар, коучтар кәдімгі ұрандатып жүр қазір интернетте. Осыны ашып айтыңыз, өзіңді сүю деген не, өзіңді қабылдау деген не? Өзіңді сүй деген, өзіңді қабылда, демек өзің ішіндегі қандай адам екеніңді, саған не ұнайды, өзіңді былай танып, мысалы кейбір клиенттер келген кезде жұмыс, мысалы Бақытжан мырзаның жұмысым ұнамай тұр дейді. Сөйтіп, неге ұнамай тұр? Анаусы мынандай, мынаусы мынандай, қиындық, мындай деп. Сол кезде зерттеген барысында ол кісі саудамен айналысып жатыр. А негізі өзі андай, қалай еді, ғылыми қабілеті бар да, такая познавательная часть. Зерттейді, сондай жақсы көреді. Вот соны түсінбейді ғой адам, білмейді өзінде. А біз соны зерттеп көрсетеміз. Ханым, мырза, сіз мынаны барып көріңізші деп, мынандай тренингке барыңызшы, немесе мынау коучқа барыңызшы деп біз айтамыз. Басқа тренингте бар, басқа неге. Барады, көреді, сезінеді, мынау менікі екен ғой. Сауда вообще болмай жатыр, ол менікі емес. Барады, бір немесе бір лабораторияға барып, өзінің мамандығы бойынша, даже кейбір кезде болады сондай, өзінің мамандығын таңдағанда кезінде, бірақ басқа жұмыспен кеткен. Тоқтатып қойғанда где-то разветвление пошло. Соны керісінше ораламыз. Мына жұмыстың мен мына мамандығым бар деп. Сол кезде адам бақытты болады,
түсінеді, ол жерде наоборот жаңа жұмысы оң болып кетеді. Сондықтан өзін қабылдаған кезде, мен ойымша, адам өзін сүйе бастайды. Яғни өзіңді сүю деген, өзіңді қалай барсың, жақсы жағыңды да, жаман жағыңды да қабылдау, және сол арқылы ешкімге зияныңды тигізбей өмір сүру деп түсінсек бола ма? Әрине. Көп адамдар мен мықтымын, мен жақсымын деп өзге адамның шекарасына кіріп кеткенде мен өзімді қабылдадым, сүйдім деп айтады. Осы екеуінің айырмашылығына қойып бере аласыз ба? Жеке шекара деген ол үлкен проблема. Күшті де жақтары бар, жаман да жақтары бар. Көбінесе шекара бұзған кезде әрине адамның ішкі ұстамы, эмоциялары бәрі бұзылып кетеді. Оны әрине үйрену керек. Кейбір адамдар мысалы есігін ашып қойып та жанына кіргізе береді. Олар келеді, эмоциясын айтады, немесе анау әйтеуір бір проблемаларына қалдырып кетеді де болды. Кейін ол адам қалады, ол жаңа сіз айтқандай какашкасымен, бөтен какашка. Оны не істейді, мен қалай қабылдаймын, не істеймін, сұрақ болып қалады. Соны қалай зерттей алмай, адам бір қандай да бір тупикке ма, бір қиыншылыққа оралып қалады. Ол әсіресе зиян адамға. Көп басқа біреулердің проблемасын көтеріп кетеді, өзінің проблемасын ұмыта бастап. Яғни жаңағы проблеманы, какашканы әкеліп төгетін жер ол психологтың кабинеті, сонда келіп жұмыс істесе. Әрине бізді үйретеді ол. Біз жаңа корзинамыз келеді, тастайды. Анау келеді, күніне қанша бір 2-3 клиент келсе, 2-3 жаңа корзинамыз толып тұрады. Ол бос кетеді, бақытты, жеңілдеп, біз отырамыз. Деп, бұмен не істейміз? Әрине бізге де көмек керек. Біздің өзімізді жеке терапевтіміз болады, жаңа супервизиямыз болады, групповой жаңа супервизиям болады. Сол көмектеседі бізге. Ол жаңағы келген заттарын, сасық заттарын бізде оны тастап жеңілдейміз. Өйткені оның бәрін біз жинай берсек, келесі біз пациенттерімізге, клиенттерімізге көмектесе алмаймыз. Яғни әр адам өзін бақыттырақ сезіну үшін, айналасына зиянын тигізбеу үшін, ішіндегі негативті какашканы психологқа барып төксе, оның өмірі тынышырақ болады дейсіз ғой? Иә, енді ол жерде қалай терапияға келген кезде біз көмек беру барысында адамды үйретеміз. Мысалы, терапиядан біткен, тойған соң кетеді ол кісі. Бірақ өліп қалмайды, өмірі бар әлі. Тағы да какашкалар келеді, тағы да проблемалар болады. Сол кезде оның алдында біз үйретіп қоямыз. Мына какашканы мына контейнерге салу керек, мына какашканы мына контейнерге салу керек. Сонда мына ішің таза болады. Немесе мынаны мынандай уақыттан кейін тазарту керек, мына жерде былай деп үйретеміз. Сонда адам енді оны үйренсе техникасын, өз-өзін күту техникасына үйренсе, әрине бақытты болады деп санаймын. Мен де бақытты боламын, ондай клиент болса. Жақсы Бәке, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сізге рахмет, Бәке. Аман болыңыз.